Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Назерке. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзіміздің ұлттық тағамымыз жаппасайдың рецептін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осы тағамды бір дайындағанда осыншалықты дәмді болып шығатынын білмедім. Өте дәмді болып шығады, қыздар, шын мәнісінде. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қызып тұрған тапамызға сұйық май құямыз. Сиырдың етін жақсылап турап қосатын боламыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұру керек. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Толығымен барлық етіміз толықтай қуырылу керек. Етті шамамен 5-6 минуттай бұқтырып қоямыз. Қазанның қақпағын міндетті түрде жауып қоямыз. Оған дейін біз жуамызды, сәбізімізді, картопымызды дайындап аламыз. Менің жуам осындай ұсақ болып туралды. Және сәбізді осылай кубиктап алып тураймыз. Картопты сәл үлкенірек етіп тураймыз. Өйткені картоп тез піскендіктен езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан сәл үлкенірек қылып тураймыз. Қазанның қақпағын ашамыз. Міне қараңыздар, менің етім өте әдемі болып қуырылды. Майға толықтай сіңді, өзінің шырыны шықты. Міндетті түрде осылай қуырып алыңыздар, сонда сіздердің тағамдарыңыз өте дәмді болады. Одан соң барып жуамызды қосамыз да, жуамыз сарғайғанша, әдемі түске енгенше тағы да шамамен 4-5 минуттай қуырып аламыз. Қуырып жатқан кезде қазанның қақпағын жауып қоюды ұмытпаңыздар, қыздар. Міне қараңыздар, қыздар, менің жуам өте әдемі болып қуырылды, толықтай қуырылды. Дәл осылай қуырып алыңыздар, асықпай. Содан соң барып біз сәбізімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 3 минуттай бұқтырылуы керек. Сонда біздің сәбізіміз өте жұмсақ болып шығады. Сәбіз қатты болғандықтан оны көп қуыруымыз керек, қыздар. Қақпақты тағы да жаууды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте картопымызды салып, тағы да жақсылап қуырып, содан соң барып дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Осылай майға қуырып аламыз да. Содан соң барып томат пастасын қосып, немесе қызанақ қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Толықтай жақсылап араласуы керек, қыздар. Бұл жерде біздің қуырып жатқан көкөністеріміз өте сондай сочный болып шығу үшін көп қуыруымыз керек майға. Содан соң қайнап тұрған суымызды сәл ғана біздің көкөністеріміздің бетінен сәл ғана асып тұру керек. Содан соң бетін жауып бұрқ еткізіп қайнатып аламыз да, оттың астын басып, орташа отта бұқтырып қоятын боламыз. Оған дейін біз жаппасайдың қамырын дайындайтын боламыз. Қамырға жылы су, бір жұмыртқа қажет, және дәміне қарай тұз салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тұзымыз еру керек. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Қолымыздың көмегіне жүгініп, жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз. Қамырды тындырып 10 минутқа қоямыз, қанғанша. Содан соң барып бізге осындай сұйық май қажет болады, және осындай құрал қажет болады, домалақ, тарелка қажет болады. Қамырымызды 7-8 бөлікке бөліп аламыз да, оқтаудың көмегіне жүгініп, осылай шеңбер тәріздес қамыр жайып шығамыз. Қамырымыз жұқа болу керек, қатты қалың болып кетпесін. Піскен кезде арасы қалың болып, мұнша желінбей қалады. Сондықтан сәл жұқа етіп жайыңыздар. Қамырдың бетіне сұйық май жағамыз. Каждыйына сұйық май жағып отырыңыздар, сонда жабыспайды. Міне біздің подливіміз дайын болды. Қараңыздар, өте жұмсақ. Менікі пісіп тұрды, толықтай пісіп тұрды. Мен шикі қылған жоқпын, толықтай пісіріп алдым. Содан соң барып үстіне жаңағы біздің қамырымызды біртіндеп, асықпай, шет-шетін жауып, міндетті түрде салып алдым. Қараңыздар, дәл осылай салып алыңыздар. Қамырдың барлық жеріне май тию керек. Егер май тимесе, біздің қамырымыз алынған кезде жабысып қалады. Міне, полный болды. Бетін қақпақпен жауып, астын өте төмен температураға қойып, 20-25 минутта мен пісіріп аламын. Міне қамырымыз біздің толықтай пісті. Қандай қылып піссеңіз де өздеріңіздің қалауларыңыз, қыздар. Дәл осылайда болу міндетті емес. Міне біздің подливімізді құйдық. Өте сочный болып шықты. Қараңыздар, енді дәмі деген өте керемет болып шықты. Сіздерге шын мәнісінде жасап көруге кеңес беремін.
Міне қыздар, біздің жаппасай тағамымыз дайын болды. Қараңыздар, қамырының өзі қандай әдемі, подливының өзі өте дәмді болып шықты. Сіздерге 100% ұнайды, жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.